Елімізде иммундау апталығы басталды, алайда ақпарат ағылған заманда халық арасында екпе салдыруға байланысты пікірлер екіге бөлінді. Бірі екпе салдыруды дұрыс деп таныса, келесі тарап күмәнді көзқараспен екпеден бас тартып жатады. Сондықтан дәрігерлер халыққа екпенің адам өмірі үшін маңыздылығын еске салды. Жыл сайын дәстүрге сай сәуір айының 24-ші жұлдызында бүкіл дүние жүзінде иммундау апталығы басталады. Апталық қандай да бір себептермен түрлі аурулардың алдын алатын екпелерді дер кезінде қабылдамаған тұрғындарға арналып өтеді. Кез келген емханада тегін егілетін екпеден тұрғындардың бас тартуы ақпарат аздығынан немесе дұрыс жетпеуінен болуы да мүмкін, дейді Арыс аудандық орталық ауруханасының иммунолог дәрігері Назерке Садыққызы. Иммундау бөлімдер мен бөлімшелерге жеке жұқпалы ауруларға жасалынатын профилактикалық егу болып табылады. Яғни бұл профилактикалық егудің ішіне вакциналар, сарысулар жатады. Вакциналардың түрлері, яғни тірі вакцина, өлі вакцина деп бөлінеді. Профилактикалық егу жаңа туылған нәресте туып, роддомда туылған кезінен бастап сол күнгі вирусты гепатитті инфекциясына, яғни В вирусты гепатитті инфекцияға қарсы егу жасалынады. Одан кейін елімізде кең тарап жатқан туберкулез ауруын алдын алу мақсатында БЦЖ вакцинасы салынады. Одан кейін 2 айынан бастап әр баланың өзінің профилактикалық календар бойынша егу жоспарланған, сол жоспар бойынша уақытында салыну қажет. Қазіргі таңда қоғамда егуге қатысты түрлі көзқарастар қалыптасқан. Осы мәселеге сәйкес кей азаматтар екпеден бас тартып жатады. Кейбірі екпенің қарсы көрсетілімдері бар десе, енді бірі діни ұстаным қағидаты бойынша бас тартады. Жұртшылық арасында екпені тек ауырған жағдайда салдыру қажет деп есептейтіндер де бар. Ал мамандар бұл тұрғыда вакцина қауіпті және жұқпалы аурулардың алдын алу мақсатында салынатынын мәлімдеді. Құрметті Арыс қаласының тұрғындары, елімізде және дүниежүзілік елдерде болып жатқан қызылша ауруының өршіп жатқанын ескертемін. Яғни сол аурудың алдын алу мақсатында уақытылы профилактикалық егулеріңізді жасатуларыңызды сұранамын. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік, ағайын. Айта кетейік, барлық қолданылатын вакциналар стандарттаудан өтеді және халықаралық куәліктері бар. Сондай-ақ егу ауырып жүрген кезде салынбайды, ол жеңіл түрдегі тұмау болса да. Сондықтан егу салдырар алдында дәрігерлердің қарауынан өту қажет. Жұмайым Абызбай, Сұңқар Бакиров, Арт ТВ жаңалықтары.